Бар жоғы 30 минут уақытыңызды алатын голубцы дайындаймыз. Ең алдымен қазандағы қызып тұрған майға пиязды жақсылап қуырып аламыз. Содан кейін сәбіз салып, тағы 2-3 минут қуырамыз. Бір ас қасық томат пастасын салып, жақсылап араластырамыз. Үстінен суымызды құйып, қайнатамыз. Енді голубцының начинкасына кірісеміз. Ол үшін фаршымызға жуылған гречканы, тұз, бұрыш салып араластырамыз. Сіздер негізгі рецепт бойынша күріш қоссаңыздар болады, бірақ осы гречкамен жасап көрсеңіздер өте дәмді шығады. Содан кейін жуылып тазартылған болгар бұрыштарының ішіне осы начинкамызды саламыз. Картошкамызды ірі қылып турап аламыз. Қайнаған сорпамызға ішіне тұзын қосып, болгар бұрышын және де осы картошкаларымыздың барлығын бірден саламыз. 20-30 минутқа астын баяу отқа қойып пісіріп аламыз. Картоп піскен болса, тамағымыз дайын болды деген сөз. Ең соңында өздеріңіз қалаған шөппен бетіне қоссаңыздар болады. Мен петрушка қостым. Осымен тамағымыз дайын. Маған тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздермен болған мен Жадыра. Ас болсын.